Бүгінгі сабақта 19 ғасырдағы мәдениеттің дамуын. Жалпы мәдениетте бізде қонақжайлылықтан бастап үлкенге құрмет және әуен, музыка, поэзияға дейінгі бай мұраны бізде мәдениет саласына жеткіземіз. Енді мәдениетте бізде негізінен 19 ғасырға мәдениеттің әрі қарай дамуға ол біздегі ежелден бастап келе жатқан әдет-ғұрып, салт-дәстүрлердің барлығын айтуымызға болады. Мысалға, жай қарапайым айтатын болсақ, қонақжайлылықтың өзі халқымыздың өте кеңпейіл, ашық екендігін көрсетеді. Енді дәстүрлер бойынша жалпы қазақ халқына қонақжайлылық ежелден тән. Бұл өнеге көптеген ғасырлар бойы тұтас халықтың бойына сіңіп, ұлттық болмысының ажырамас бөлігіне айналған. Қонақты кіріп келген жерінен әдемі қарсы алып, оған үйдегі ең дәмді тағамдарды ұсыну әрбір қазақ отбасының мәртебесімен парызы болып саналады. Қасиетті дәстүр үйіне кез келген адамға тегін қонақасы беру, жайлы төсек орын салып қондыру бұл қазақтың ғасырлар бойы сақталған киелі әдет-ғұрпы. Ұлыларға құрмет рухани тәрбиенің негізі. Жасы үлкен және өте сыйлы кісілерді бізде құрмет көрсетіледі. Ең алдыменен бізде төрде отыру ол үлкендерге деген құрметтің бір негізі болып табылады. Жасы үлкен адамдар мерекелерде, жиын тойларда құрметті орындарға қарай шығарылады. Әрине ол бізде құрметті орын деп отырғанымыз төр. Сөзге құлақ асу. Жастар ақсақалдардың айтқан сөздерін жерге тастамай, мүлтіксіз орындау. Және де үшіншісі бізде бата алу. Үлкеннің өз қолынан ет асау жас жігіт үшін ең жоғары марапаттың белгісі саналған. Дәстүрлі қазақ қоғамында жасы үлкен адамдарды құрметтеу рәсімі руға, жүзге, ұлтқа қарамастан барлығына бірдей қолданылған. Ақсақалдар жиналыстарда елеулі рөл атқарып, олардың даналығы мен тәжірибесі қоғамды қабылдауға маңызды рөл атқарылып отырған болатын. Осылай бізде үлкендерге, ұлыларға құрметтің негізгі тіректері болып саналады. Бата беру. Ауыз әдебиетінің асыл жанры. Қазақтарда бата беру әдет-ғұрпы ежелден сақталған. Бата беру кейде өлеңмен, кейде көркем қара сөзбен айтылып, ауыз әдебиетінің бір жанры болып қалыптасқан. Ақсақалдар елге тыныштық, әр отбасына амандық, келер ұрпақтың бақытты, саналы азамат болуын тілеген. Үлкен іс бастарда жолға, аңға шығарда, алыс жолдарға, сапарларға шығуда бата алу міндеті әдетке айналдырылған болатын. Батаны елге сыйлы, аузы дуалы ақсақалдар берген. Бата беру барысында құрмет қабылдау, бата айту, денсаулық және бақытқа байланысты баталар беріліп отырылған болатын. Еркіндік пен отансүйгіштік рух ретінде ұлттық болмысты қалыптастырамыз. Өзге елде сұлтан болғанша, өз елінде ұлтан бол, осы мақал көшпелі халықтың өз жеріне деген махаббатын көрсетеді. Көшпелілердің отансүйгіштік қасиеттері ерекше болған, олар қандай жағдай болса да ата қонысын тастамауға тырысқан. Дала халқы әрдайым өзін еркін ұстады, жеке бас бостандығын қастерлеп, бір-біріне көмек көрсетіп отырған. Далалық әдет заң бойынша өз руластарынан құл ұстауға тыйым салынған, жат жерліктердің қол астында қайтарып алып, баласы ретінде балаларды асырап алып отырған болатын. Қазақ поэзиясы мен музыкасының шарықтау шағы. Біржан Сал, Жаяу Мұса, Ақан серілерге жеке-жеке тоқтала кетер болсақ. Ең алдыменен Біржан Сал Қожағұлұлы 1834-1897 жылдар аралығында өмір сүрген. Халық арасында Біржан Сал деген атпен белгілі. Ақбозым, Айбозым, Ақ тентек, Ғашығым сияқты 40-қа жуық лирикалық әндерді шығарған. Озбырлықты әшкерелеп, әйелдердің теңсіздігіне қарсы шыққан. Екінші, Жаяу Мұса Байжанұлы
1835-1929 жылдары өмір сүрген. Ақын композитор, домбыра, скрипка, гармон тартқан, отаршылдық саясатты әшкерелеген, Ақсиса, Толғау, Бозторғай сияқты 60-тан астам ән шығарды. Үшінші, Ақан сері Қорамсалы 1843-1913 жылдар аралығындағы өмір сүрген тұлға. Халық құрметтеп сері атаған. Алтын басар, Сырымбет, Мақпал сияқты жан тебірентерлік 40-тан астам әндердің авторы. Күй өнері бойынша қазақтың күй атасы Құрманғазы. Құрманғазы Сағырбайұлы 1823-1889 жылдар аралығында өмір сүрген. Қазақтың аса ұлы күйшісі Бөкей Ордасының Жіделі деген жерінде дүниеге келген. Бала кезінен музыкалық дарыны бар екенін танытып отырған болатын. Бөкей Ордасы дегеніміз біздегі ішкі орда. 1801 жылдан бастап 1845 жылдар аралығындағы өмір сүрген Бөкей Ордасы. Кейде ішкі орда деп атаймыз. Яғни оны құрған бірінші Павел. Ішкі ордада 1836-38 жылдары Исатай Тайманұлы мен Махамбет Өтемұлының көтерілісі болған болатын. Қарапайым адамдардың өмірін суреттеп, қайырымсыз байларды әшкерелеген. Домбырада орыстың әндерінде құйқылжыта орындаған. 60-қа жуық ғажайып күй жаңартты. Адай, Балбырауын, Сарыарқа, Ақсақ киік, Түрмеден қашқан сияқты сүйіп тыңдайтын халықтың тамаша туындыларының авторы. Күйшілердің алтын қорына жатқызылатын күйшілердің қатарына Дәулеткерей Шығайұлы, Тәттімбет Қазанғапұлы, Ықылас Дүкенұлы, Қазанғап Тілепбергенұлы жатқызылады. Дәулеткерей Шығайұлы билеуші сұлтан болса да, күйшілік өнерді жақсы көрген. Жігер, Бұлбұл, Қоңыр күйлері халық арасына кеңінен тараған. 40-қа жуық күй жаратты. Тәттімбет Қазанғапұлы 1815-1862 жылдар аралығында өмір сүріп, Қарқаралыда дүниеге келген. Сары жайлау, Былқылдақ, Бес төре күйлері әсерлі лирикалық қазақ жерінің сұлу табиғатын нәзік сезімімен бейнеленген. Ықылас Дүкенұлы 1843-1916 жылдары. Қобызда құйқылжыта орындаған. Жарым патша, Бес төре, Жез киік, Аққу, Қорқыт сарыны күйлерінің авторы. Ата-бабаларына жыршы өнер дарыған. Қазанғап Тілепбергенұлы 1854-1921 жылдары. Бүкіл ғұмырын халықтың сазгерлік өнеріне арнады. Ноғайлы босқыны, Акоп, жұртта қалған зарлы күйлерінің авторы болып саналады. Қазақ даласын зерттеушілер мен саяхатшыларды сөз қозғайтын болсақ, 18-19 ғасырларда ұлы далада болған саяхатшылар мен зерттеушілер қазақ халқының тарихы мен этнографиялық өміріне қатысты ғажайып туындыларды қалдырған. Аул Аткинсон 1799-1861 жылы. Ағылшын саяхатшысы 1848-52 жылдары Қазақстанның бірқатар жерлерін зерттеген. Түнгі ауылға шабуыл, аттылы қырғыздардың ұрысы суреттерінде қазақтың қару-жарағы, киімі, қысқы киігіз үйлері бейнелеген. Брем 1829-1884 жылы. Неміс зоологы 1877 жылы Семейде болды. Еңбектерінде қазақ халқының тұрмысы, қонақжайлылығы, ән мен музыкаға дарындылығы, шешендік өнері жөнінде жазған. Верешагин 1842-1904 жылдары. Орыс кескіндемешісі, лепсі алқабы, шу бойындағы қазақ үйлері, Алатауда суреттерінде қазақ халқының тұрмысын жан-жақты бейнелеген. Төртіншісі, бізде саяхатшымыз, зерттеушіміз Залесский. Қазақ даласына саяхат атты суретті Парижде жарық көрді. Туындылардың қатарында тұрмыс салты, көне ескерткіштер туралы өз шығармаларында бейнелеген болатын. Тарас Шевченко 9 наурыз күні 1814 жылы Киев губерниясына дүниеге келген, 1861 жылы 10 наурызда Санкт-Петербургте қайтыс болған болатын.
Украин ақыны, жазушы, қоғам және саяси қайраткер, фольклорист және этнограф. Қазақ қызының шығармасының автор. Қазақ даласының суреткері, Украинның көрнекті ақыны, суретшісі Шевченко қазақ халқының мәдениетінде өшпес із қалдырды. Қазақ халқы өмірдің жарқын көріністерін шығармашылық тұрғыда бейнелеген әлемдегі алғашқы суретшілердің бірі. Суретшінің 450-ге тарта туындысы, 350-ге жуық Қазақстан тақырыбына арналған Қазақ қызы Катя, бақташы бала, салтатты қырғыз, келі түйген келіншек, боранда, бұл туындылар дала тұрғындарының күнделікті өмірін шыншылдықпен көрсетеді. Қазақ даласының кеңдігі мен әсем табиғатына арналған әсерін өз туындыларында айқын көрсеткен болатын. Қазақ даласына саяхат кітабының мұқабасы Парижде 1865 жылғы бір көрінісін байқауымызға болады. Осылай бізде қазақ халқының 19 ғасырдағы мәдениетінің дамуын қарастырдық.